Сәлем достар, YouTube'да қарапайым экономика арнасы. Біз бүгін елдердің экономикалық дамуы жайлы қызықты ақпараттар айтамыз. Сонымен, біздің бүгінгі тақырыбымыз климат және географиялық орналасудың ел экономикасына әсері. Кей азаматтар ел экономикасына климат пен географиялық орналасу маңызды емес деп санайды. Алайда бұл қате ұғым. Бұрында география ел байлығына әсер еткен, ал бүгінде бұл әсер одан сайын күшейді. Климаттың әсері де жылдан жылға артып барады. Әрине, елдің бай болуы үшін климат факторлары өте маңызды. Мысалға, жылдық орташа температура, жылдық жауын-шашын мөлшері, теңіз деңгейінің биіктігі, ландшафт, топырақтың категориясы және дүниежүзілік мұхитқа шығар жолдың болуы. Ал енді климат пен географиялық орналасудың маңызын түсіндіру үшін елдерді бірнеше топқа бөліп қарастырайық. Мысалға, бірінші, қыс болмайтын және қыс болатын елдер. Бұл екі топтың да экономикалық өсімге осал тұсы бар. Қыс болатын елдердің экономикалық 5 түрлі артық шығыны бар. Бірінші, жылу энергетикалық шығыны. Еліміздің кей өңірлерінде 6 ай бойы жылу қосылады. Әрине, бұл артық шығын. Егер де сол жылуға пайдаланатын энергияның көзі отандық болмаса, шетелдерге тәуелділік тууы мүмкін. Мысалға, қазіргі Еуропа Ресей газына тәуелділікті жою үшін барын жасауда. Екінші, құрылыс шығындары. Қысы суық елдерде құрылыс жүргізу, қыс болмайтын елдерде құрылыс жүргізуден 5 есе қымбат болуы мүмкін. Солтүстік аймақтағы үйлердің қабырғалары қалың, терезелерін 2-3 қабат етіп жасауға тура келеді. Үшінші, солтүстік аймақ азаматтары қыстық жылы киімге артық шығынданады. Төртінші, қысы суық елдердің азаматтары калориялы тамақтар тұтынуға мәжбүр. Мұны адам организмі талап етеді. Біз қыс болмайтын ел азаматтарынан әлде қайда калориялы күш қуатты мол майлы тамақтанамыз. Бесінші, транспорттық әсер. Қысы суық елдер әрине әр көлікке шаққанда көп жанармай тұтынады. Жол салу құны да қымбатқа түседі. Әрі сол жолдардың тозуы, табиғи эрозияға ұшырауы қыс болатын елдерден әлде қайда жылдам. Осы тұста еліміздегі жолдар туралы айтып өтсек, өйткені бұл салада Қазақстанды теңестіруге болатын, салыстыруға келетін бірде-бір ел жоқ. Себебі еліміз өте үлкен, халқы аз және тым шашыраңқы орналасқан. Моңғолиямен салыстыруға болады. Оларда да жері үлкен, ал халқы аз. Алайда олар дәл біздер сияқты шашыраңқы орналаспаған. Мысалға, Астана мен Алматының ортасына бір жол салу Германияда Берлин мен Гамбургтың ортасына 4 жол салумен тең болар еді. Немесе Стамбул мен Анкараның ортасына 3 жол салуға тең. Мысалды одан әрі қызықтырақ етейік. Сонымен Талдықорғаннан Оралға дейінгі жол салу дәл сол Талдықорғаннан Иран Ислам Республикасының астанасы Тегеранға дейін жол салумен тең. Немесе бұл жол Мәскеуден Парижге дейінгі жолға тең болар еді. Бүкіл Европаның үстімен жол салуға тең. Әрине, жер көлемі бізден де үлкен елдер бар, алайда олардың халқы саны сол жердің көлеміне сәйкес келеді. Қыс болмайтын елдердегі экономикалық өсімге кедергі келтіретін бірден бір фактор ол ауыл шаруашылығына климаттың қолайсыздығы, топырақтың құнарсыздығы және жылдық орташа жауын-шашынның аздығы. Сонымен қоса, қыс болмайтын елдерде зиянкестер жыл бойы болады. Олар да экономикалық өсімге кері әсер етеді. Вирустардың, аурулардың мұндай елдерде тез таралады. Экономистер елдердің экономикалық өсімі үшін ең қолайлы температура плюс 16 градус Цельсий екенін анықтаған. Бұл шындыққа жанасады, себебі дамыған Еуропа осы тұжырымға сәйкес келеді. Мысалға, Ресей Федерациясының астанасы Мәскеу қаласы мен Англиядағы Лондон қаласы бір климаттық белдеуде орналасқан. Ал енді салыстырып көрейік. Лондондағы Трафальгар паркінде өсіп тұрған пальма ағашын кездестіруге болады, ал Мәскеуде суық, тіпті қыста -30 градус Цельсий. Неге? Олар бір климаттық белдеуде ғой, дерсіз. Алайда Еуропаның батысынан шығысына қарай жылы ауа ағысы бар. Бұл жылы ауа ағысы Гольфстрим деп аталады, және бұл ең үлкен жылы ауа ағыны Еуропаның батысынан шығысына дейін қамтып, өзі жылытқан елдердің экономикалық өсуін әлде қайда жылдамдатады. Сол сияқты Мәскеу Санкт-Петербургтан оңтүстігінде орналасқан. Петербург солтүстікте болса да, Мәскеуден әлде қайда жылы. Бұл ауа температурасының қолайлылығы әрине қаланың экономикалық өсіміне жағдай жасады. Тіпті Қазақстандағы ең үлкен қала Алматы да
климаттық қолайлы қала. Бұл қалада қысты, көктемді, жазды және күзді нақ өз уақытында көруге болады. Әлемде мұндай қала көп емес. Әрине, бұл Алматының экономикасына оң әсер етуде. Және елдің экономикалық өсіміне тек ауа райы ғана емес, географиялық орналасуы да үлкен әсер етеді. Мысалға, Швейцария таулардың қоршауында. Бұл оған Еуропалық одақтың заңнамасынан оқшаулануға, тәуелсіз банк жүйесін құруға мүмкіндік берді. Тағы бір мысал, Америка құрама штаттары шығысында Атлант мұхиты арқылы Еуропаға, ал батысында Тынық мұхиты арқылы Жапония мен Қытайға жақын. Әрине, бұл Америка құрама штаттарының экономикасы үшін өте қолайлы. Себебі жүкті кемемен тасу құрлықтағы жүк тасымалынан 7 есе арзан. Әлемде дүниежүзілік мұхитқа шыға алмайтын 44 ел бар. Олардың 16-сы Африкада, 14-і Еуропада, 12-сі Азияда, оның бірі біз, Қазақстан. Екеуі Оңтүстік Америкада. Ал Солтүстік Америкада барлық елдердің мұхитқа шығар жолы бар. Өзің тұрып жатқан елдің климаттық экономикасын жеңу өте қиын. Мүмкін емес демейміз. Мүмкін, бірақ өте қиын. Мысалға, Швейцария тауда оқшауланып қалды. Қарым қатынасы қиын, алайда олар банк жүйесі арқылы экономикасын түзеп алды. Люксембург көршілердің арқасында сауда байланыстарымен тәп-тәуір күн кешуде. Ал Финляндия суық скандинавиялық ел болса да, оқу білімнің арқасында экономикалық үлкен өсімге қол жеткізді. Сол сияқты Жапонияны да мысал етіп келтіруге болады. Егер де біреу сізге Қазақстан климаты экономикалық өсімге қолайсыз десе, сенбеңіз. Еліміз экономикалық өсімге, шаруашылыққа, бизнеске, сауда байланыстарына өте қолайлы. Себебі еліміз климаттық апаттарға аз ұшырайды. Қазақстанның экономикалық өсіміне, климаты мен өңірлер жайлы, олардың географиялық жағдайы мен мүмкіндіктері туралы келесі видеолардың бірінде айтамыз. Аман сау болыңыз.